кредитті заң бойынша төлемеуге болады. Алдыңғы сюжетте кредитті төлемеудің амалын мен сіздерге айтып түсіндіргем. Заң жүзінде. Ол ешқандай да сказка емес, өтірік емес, шын мәнінде болатын нәрсе. Бірақ оның өзінің бір нюанстары бар. Соны дұрыстап халыққа жеткізу үшін мен осы қазіргі видеоны сіздерге жолдау ретінде жазып отырмын. Дұрыстап түсініп алайық. Банк. Егер сіз банктен қарыз алсаңыз, шартыңыз болса, және шарт бойынша жаңа несие алдыңыз ғой, сол несиені төлей алмай қалсаңыз, соңғы төлем бар ғой, соңғы төлемнен бастап 5 жыл өтіп кетсе, және осы 5 жыл ішінде банк сотқа бермесе, яғни 5 жылдан кейін банк сотқа беретін болса, және сол сот болып жатқан кезде сіз не істесеңіз болады, ходатайство жазсаңыз болады. Талап қою мерзімі өтуіне байланысты банктың қойған талап арызын, жаңа сізден қарыз өндіру туралы қанағаттандыру, қалдыруын, қанағаттандырусыз қалдыруын сұраймын деген талап арыз қойсаңыз болады. Бұл заң қай жерде белгіленген? Қазақстан Республикасының банк туралы заңы бар. Осы банк туралы заңының 37-ші бабында осы мерзім көрсетілген, яғни 5 жылдық мерзім көрсетілген. Мысалмен түсіндірейін. Мысалға бір Айдын деген кісі 2013-те бір қарыз алды. 1 миллион теңге делік. 1 миллион теңгені алды. 2015-ке шейін ол кісі қарызын төлеп жатты. 2015 жылы наурыз айында қарызын төлей алмай қалды. Арғыра не болады? Наурыз айынан бастап 2015 жылдың 2020 жылға дейін сотқа берілген жоқ. Сотқа енді беріп жатыр банк. Сол кезде сотта жаңа Айдын не істеуіне болады? Айтады, құрметті сот, мына банк 5 жыл бойы мен 2015 жылдан бастап төлеген жоқ, міне соңғы квитанциям қолымда, 5 жыл бойы жаңағындай төлеген жоғым ақшаны. 5 жыл бойы маған талап қойған жоқ. Талап қою мерзімі 5 жылдық өтіп кетті. Сол себепті банктың қойып отырған талап арызын, яғни менен қарызды өндіру туралы талап арызын қанағаттандырусыз қалдыруыңызды сұраймын деп айтып, осындай сұраныс, яғни ходатайство жазу тиіс. Сол кезде сот жаңа клиенттің қарыз борышкердің Айдынның жағын алып, сот шешімін шығаруы мүмкін. Қарызды төлемеу туралы. Ол бір. Енді мынандай жағдайлар болады. Жаңа Айдын 2013 жылы қарыз алды дедік қой. 2013 жылы қарыз алды, 2015 жылы соңғы төлем болды. Банк не істеді? 2018 жылы сотқа беріп қойды. Сот шешімі шығып қойды. Ол кезде бұл жаңағындай менің айтып отырған әдісім жұмыс істемей қалады. Ол кезде не істеу керек? Соттың шешімін көру керек. Ол сырттай сот шешімі, болмаса оңайлатылған сот шешімі, упрощенное производство дейді. Немесе нотариустың атқару парағыма, нотариустың жазбасы дейді. Егер осылардың үшеуі болатын болса, жаңағы материалмен танысып, сот орындаушы өтіп кетеді ғой, сот орындаушыдан материалмен танысып, осылардың көшірмесін алып, мен көшірмесін алдым, міне мен алғаным жақында ғана, қолыңызға алғаннан кейін 5 күннің ішінде заңды күшін жою туралы талап арыз беріп, себебі сізге соттың болғаны туралы ешкім айтқан жоқ. Жаңа сырттай сот шешімі, оңайлатылған сот шешімі, нотариустың атқару парағы сізге ешкім айтқан жоқ. Сол себепті қолыңызға алған күннен бастап, сот орындаушы танса алыңыз ғой. 5 күн ішінде сіз
талап арыз қоюыңызға болады. Яғни осы соттың шешімінің жаңа заңды күшін жою туралы. Танысқаннан бастап 5 күн ішінде. Мақұл ма? Сөйтіп сот қайтадан қаралады. Сот қайтадан қаралған кезде сіз айтасыз, бұның күшін жойып қайтадан қарауыңызды сұраймын, өйткені мен бұлардың проценттерімен келіспеймін. Сөйтіп сот қаралады. Сот қаралған кезде айтады, сіз жаңа ходатайство жасай алмайсыз енді. Тек қана неустойкасын кішірейте аласыз. Не үшін? Өйткені банк соңғы төлемнен, осы 2015 жылы соңғы төлем болды ғой, 2018 жылы сотқа беріп үлгерді. Түсініңіз ғой? Сол мәселе сонда. Үшінші жағдай, егер банктер өзінің қарызын коллекторға сатып жерсе не болады? Мысалы, 2013 жылы айдын алды, 2015 жылы төлемей қойды, бітті. Соңғы төлем 2015 жылы наурыз айында. 2018 жылы банк алады да өзінің қарызын коллекторға сатады. 2018 жылы коллектор сатып алады. Вот коллектор сатып алған уақыттан бастап 3 жыл мерзімінің ішінде сотқа беруі тиіс. Егер коллектор банктен сатып алған договор бойынша 3 жыл мерзім сотқа беріп үлгермесе, оған да сотта ходатайство жазып, жаңағыдай ақша қанағаттандырусыз қалдыру туралы арызын сөйтіп төлемеуге болады. Яғни қалай? Коллекторларда 3 жыл. Бұл қай заңмен реттеледі? Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 178 бабымен реттеледі. Яғни Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 178 бабына сәйкес компаниялар, жеке тұлғалар талап қою мерзімі 3 жыл. 2018 жылы банктен сатып алды, 2018, 2019, 2020, 2021 жылға дейін жаңа коллектордың сотқа беру несі бар? Хақысы бар. Осы уақытқа шейін жаңағыдай коллекторға беру хақысы бар. Осы 3 жылдық мерзім өтсе ғана жаңағыдай ходатайство жасап банкке, болмаса коллекторларға қарызды төлемеудің амалы бар. Ондай істер көп, ондай істер бар. Бұлар өйткені коллекторлар, банктер көп жаңағыдай қарыздар оны үлгермей қалып жатады кей кездерде. Үлгермей кейінге қалдырып жатады. Сондықтан ондай істер бар, ондай практикада болған нәрсе бірнеше адамға сонда көмектескенбіз осындай істер бойынша. Ұтып алған істеріміз бар. Сондықтан сіздердің көздеріңізді жеткізу үшін екінші рет нақтылап, тиянақтылап сіздерге түсіндіріп отырғаным осы. Сіздерден сұрайтыным осы Қазақи заң каналының дамуына атсалысуыңызды, елдермен бөлісіңіздер. Пайдалы ақпарат алдыңыз ба? Сіздің тума-туысқан достарыңызды сол пайдалы ақпаратты біліп жүрсін. Сондықтан астындағы жүректі басыңыздар, подписканы міндетті түрде басыңыздар, қоңырауды басып қойыңыздар. Келесі пайдалы ақпаратты жіберіп алмау үшін қоңырауды міндетті түрде басып қойыңыздар. Енді сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан. Келесі кездескенше күн жақсы.